Ассалаумағалейкум қазақ елі, ассалаумағалейкум барша құс сүйер қауым, Қарағандыдан барлығына сәлем. Бүгін әңгімеміз әрине күрке тауық шаруашылығы жайлы болмақ. Бүгінгі видеомызда қамтитын тақырыптар: күрке тауықтың жұмыртқасын қалай сақтау керек, күрке тауықтың жұмыртқасын инкубаторға салу тәртіптері жайлы, және де менің қолдан жасаған екінші жартылай автоматикалық инкубаторым жайлы болмақ. Дайын болсаңыздар, бастаймыз. Ендеше бастаймыз. Күрке тауықтың жұмыртқасын қалай сақтау керек? Күрке тауықтың жұмыртқасын көретін болсақ, мінекей, бір жағы домалақ, екінші жағы үшкіргелі. Жалпы барлық жұмыртқаның көлемі шамамен осындай болады. Осы үшкір жағын мынандай лотокқа төмен қаратып саласыздар да, бір жағы сәл көтеріліп тұру керек. Ертеңінде келесі жағын көтеріп қою керек. Осылай жұмыртқаларыңыз жақсырақ сақталады. Және де күрке тауықтың жұмыртқасын 10-15 күннен артық сақтауға болмайды. 10-15 күннің шамасында сақтап инкубаторға салып отырсаңыз, сіздердің балапандарыңыздың шығу ықтималдылығы, шығу пайызы жоғары болады. Енді күрке тауықтың жұмыртқасының орташа салмағы шамамен 70-80 грамм аралығында болу керек. Ол өте жақсы жұмыртқа деген сөз. Мінекей, мен сіздерге бірнеше жұмыртқаларды өлшеп көрсетейін. Мінекей, жұмыртқамыз 84 грамм. Біріншісі, екіншісі 82 грамм. Но кішірек жұмыртқаны өлшеп көрейік. 74 грамм. Кез келгенін алып өлшей берейік. 89 грамм. Мынандай үлкен жұмыртқалардың ішінде егіз балапан болуы ықтималдылығы жоғары. 76 грамм. Сонымен орташа шамасы 75-тен 80 граммның үстіне сәл шығылып тұр. Ендеше ары қарай келесі тақырыбымызға келейік. Менің қолдан жасалған инкубаторым жайлы. Ардақты ағайын, менің ең бірінші жасаған толық автоматтық инкубаторым көңілімнен толық шықпағандықтан сыртқа шығарып тастадым. Ол енді ары қарай жетілдіруге мастерской жаққа апарып қойдым. Басқаша қарастыратын боламын оның. Сондықтан қазір күрке тауығымның жұмыртқасы жиналып қалғандықтан аяқ астынан жылдам инкубатор жасап, ең жеңіл түрін жасап шығардым. Неке инкубатор туралы айтып өтетін болсақ, мына жерде фальш панель арқылы қыздырғыш элемент, яғни қарапайым 60 ваттық екі лампа. Но терморегуляторға блок питания. Мына жерде гигрометр. Іші 37-де 5, 42 градус, 42% ылғалдылық тұр. Инкубатордың жалпы іші қандай болды? Мінекей, қақпағы. Ары қарай кеттік. Мына гигрометрде 37 көрсетіп тұрған, 37-де 6 көрсетіп тұрған. Ылғалдылық 43% болып тұр. Мынада екі вентилятор орнаттым. Астына су құюға арналған ванночкалар. Вывод кезінде балапандар түсіп кетпеуге сеткалар. Вывод кезінде мына жерге де сетка қойылатын болады. Одан кейін мынау жерге арнайы лоток ойлап таптым. Сол лотокты бұлай орнататын боламын. Мінекей, қарапайым блиц норманың ішінде тұрғандай аударылып отыратын болады бұл лоток. Бұл лотокқа бұйыртса 50-дің үстінде жұмыртқа сыю керек. Міне осындай инкубатор. Мына жерде бізде екі патронға екі лампа орнатылған. Сол лампалардан жылуды бері қарай
астыңғы жағымен 2 вентилятор жүргізеді. Жалпы инкубаторымның өте қарапайым жасауға тырыстым. Бұл инкубаторды ремонттауда ыңғайлы. Мынандай терморегулятор 1,5 теңге тұрады. Кез келген жерде тауып алуға болады. Мен запасқа тағы біреу алып қойдым. Және де былай ашылады да лампаларды егер өртеніп кеткен жағдайында болмаса вентиляторларды ауыстыруға ыңғайлы. Осы жағы тез ашылатын қылдырып осындай қылып ойластырдым. Енді бұйыртса көреміз. Осы инкубатордың выводы қалай болады екен. Алдыңғы толық автоматты инкубаторымның өте биік болғандықтан ба температура айырмашылығы болды. Вентиляторларын ауыстырып көрдім. Жалпы жақсы көмектеспеді. Сондықтан бөденені жақсы ашты, тауықты жақсы ашты. Күрке тауықты аша алмады. Яки жұмыртқаның сапасы нашар болды ма, әлде инкубаторым нашар болды ма. 40 жұмыртқадан 10-30-дан 7-8 шамасында балапан ашты. Сондықтан аяқ астынан осындай инкубатор жасап шықтық. Және де бүгінгі видеомыздың тағы қосымша ақпараты бұл жұмыртқаларды инкубаторға салу тәртібі. Өзімнің тәжірибемде кездескендіктен тағы да сіздерге ескертіп айтқым келіп отыр. Негізі адам қателеседі ғой. Сондықтан мен табиғат ана жұмыртқаны тауықтарға жүргізбейді. Сондықтан жумай салған дұрыс деп есептеп едім. Бірақ та ойлап қарасам 37-38 градус температурасында бір ай тұратын жұмыртқаның үстіндегі тазалық болмаса бактериялардың көбеюіне, вирустардың көбеюіне өте қолайлы жағдай жасап береді екенбіз. Сондықтан шама келсе жұмыртқаны инкубаторға жуып салу керек екен. Мынау алдарыңызда тегеш, тегешке жылы су құйылған, перекись водорода қостым, бір бөтелке. Перекись водорода бактерияларға, көп бактерияларды жақсы жоятын болғандықтан сол перекись водорода қостым. Осы жұмыртқаларды жуып, мынау лотогымызда қалай тұрды, солай үшкір басын төмен қаратып салып жатырмыз. Жақсылап тыңғылықты қарап жуып отырған абзал. Мынау инкубатордың лотогына жинап қоямыз да әбден кеткеннен кейін инкубаторға салатын боламыз. Мінекей ардақты ағайын, жұмыртқаларымды инкубаторыма салдым. Осындай болып шықты. Жалпы бұл жерде 49-55 жұмыртқа салынды. 55 жұмыртқа. Мынау қолмен аударатын инкубатор. Осылай қарапайым түрде ақырын аударып қоюға болады. Мінекей осылай аударылады. Ана отырған электродтың көмегімен аударылады. Күніне 4 рет аударып тұру ойда бар, жоспарда. Бұл инкубаторыма менің шамамен 70 жұмыртқа сиятын түрі бар. Сондықтан өзімнің жеке меншік блиц нормамды қолдан жасап алдым. Жалпы осы инкубатор жайында әрі қарай сіздерге қосымша жаңалығым бар. Және де ардақты ағайын, менің өткенде сіздерге көрсеткен брудерім осы. Мына жерде күрке тауықтың балапандары тұр. Мынау терморегулятор, астындағы
қабаттікі. Үсті шамамен 25, асты 30 градус температурада тұр. Бұл жерде менің жаңа проектім басталуда. Осыдан 2 күн бұрын Коп 500 бройлерларының 50 балапанын алдырған болатынмын. Мінекей. Старт комбикормын өте жақсы жеп жатыр. 4 кесе жеп қояды, 50 таңертеңнен кешке дейін. Кешке тағы 4 кесе салып отырмын. Жалпы осы біздің жаңалық. Енді осы бройлер балапандарын ары қарай қалай өсіп жатыр, қалай ұстау керек, қалай өсіру керек, болашақта қалай сою керек, сол жайлы ақпарат болмақ. Келесі видеоларда сол туралы салатын боламын. Жалпы қазақ бауырлар білсін деп, көрсін деп салып жатқан ақпараттар легі осындай болды. Бізбен бірге болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бейбіт күндерде жүздескенше қош, сау болыңыздар.